Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сен қандай таңдау жасар едің ойынның ойнайтын боламыз. Бұл ойында сіз қалай тез арада шешім қабылдай алатындығыңызды тексеремін. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Қайсын таңдар едіңіз? Ұша білу, немесе телепорт жасай білу? Мен телепорт жасай білуді таңдадым, ал сіз ше? Адам ойын оқи білу, немесе жануарлармен сөйлесе алу? Маған әрқашанда жануарлардың сөйлегені қызық еді. Әлемдегі ең бай адам болу, немесе ең білімді адам болу? Мен ең білімді адам болу таңдадым, ал сіз ше? Күніне 5000 теңге, немесе сені ұрған сайын 500 теңге? Қайсын таңдар едіңіз? Ешқашан ыстықты сезбеу, немесе ешқашан суықты сезбеу? Мен ыстықты сезбеуді таңдадым, ал сіз ше? Әлемдегі бүкіл тілді білу, немесе математикалық гений болу? Бүкіл тілді білген жақсырақ деп ойлаймын. Ешқашан ұйықтамау, немесе ешқашан тамақ ішпеу? Егер маған бұл зиян әкелмесе, мен ұйықтамайтын едім. Таңда, ойын ойнау, немесе достарыммен жүру? Он жыл үйде өмір сүру, немесе 10 жыл далада өмір сүру? Екеуі де қиын жағдай, ал сіз қайсын таңдадыңыз? 1 жыл тек фастфуд жеу, немесе дұрыс тамақтану? Фастфудтың зиян екенін білетін шығарсыз. Қайсын таңдайсыз? Бітпейтін чипсыдың болуы, немесе бітпейтін шоколад? Көптеген ақша, бірақ бақытсыз болу? Аз ақша, бірақ бақытты болу? Ақшаға қарамастан бақытты болуға не жетсін? Қайсы көлікті алатын едіңіз? Лимузинді 1 аптаға, немесе 1 айға джип? Қайсысын жейтін едіңіз? Ең қымбат бургер, немесе ең қымбат десерт? Екеуі де өте дәмді, ал сіз қайсын таңдадыңыз? Ал көліктерді көрейік. Тесла, немесе Бугатти? Қайсы үйде тұратын едіңіз? Сәнді қарлы үй, немесе сәнді ағашты үй? Қай жерге саяхатқа баратын едіңіз? Мальдивке, немесе Дубайға?
Жеке жүргізуші немесе жеке сатып алушы? Жеке сатып алушы өте ыңғайлы болады деп ойлаймын. Ғарышқа саяхат немесе су астына саяхат? Қандай болғыңыз келеді? Танымал әнші немесе танымал жазушы? Қай бөлмеде отыратын едіңіз? Жыландар толған бөлмеде немесе өрмекші толған бөлмеде? Тек өтірік айту немесе тек шындық айту? Екеуі де арасында қиын жағдайға тудырады. Ал сіз қайсысын таңдадыңыз? 1000 жыл алдыға кету немесе 1000 жыл артқа кету? Қандай телефон қалайсыз? Ең жаңа Android немесе ең жаңа iPhone? Жеке ойын бөлмесі немесе үйдегі кинотеатр? Жеке субмарина немесе ұшақ? Қайсы сусынды жақсы көресіз? Кока-кола немесе Пепси? Таңдаңыз, құс сияқты ұша алу немесе балық сияқты жүзе алу? $10,000, бірақ мына баланы ұрасыз немесе $100? Арнаға тіркелу немесе лайк басу? Екеуінде басып бересіздер деген ойдамын. Міне достар, видео да аяқталып қалды. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға видео туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Сіздермен бірге білім квиз. Сау болыңыздар.